Саламатсыздарбы оқушылар. Бұл 10 класстың химия пәні, 6 параграф, 1 есеп. Берілгені: массасы 16 грамм белгісіз элемент 6,4 грамм молекулалық оттекпен әрекеттесіп, құрамы белгісіз металл оксидін түзеді. Осы элементті анықтаңдар. Қысқаша беріліп тұрғаны бізде белгісіз металлдың массасы 16 грамм, оттектің массасы 6,4 грамм, табу керек белгісіз металл. Белгісіз металл оксидін оттекпен әрекеттестіріп, металл оксидін құрамыз. Реакцияны теңестіреміз. Үстіне беріліп тұрған 16 және 6,4 грамм жазып, оттектің астына молекулалық массасын жазамыз. Пропорционалды түрде есептеп, 2х тең болады 80-ге. 80-ді 2-ге бөлеміз, жауабы 40. Яғни бұл жерде белгісіз металл ол кальций. 6 параграфтың 2 есебі. Элемент ЭО3 жоғары оксидін түзеді. Бұл элемент сутекпен ұшқыш қосылып түзеді. Ондағы сутектің массалық үлесі 5,88%. Элементтің атомдық массасын есептеңдер және оны атаңдар. Яғни бізге қысқаша беріліп тұрғаны ол сутектің массалық үлесі 5,88%, элементті табу керек. Бұл жерде бізде Менделеев кестесінің көмегі керек. Бұл жерде бізде берілгені РО3, оның сутектік ұшқыш қосылышы H2R-ді береді. Мына сол жағында байқасаңыздар көрсетілген. H2R-ді құраса, бұл жердегі R дегеніміз белгісіз элемент, H2-ның граммы, яғни 1-ді 2-ге көбейтеміз, ол 2 грамм, ол дегеніміз 5,88%-ға тең. Бұл жерде X-міз 100-ге тең, пропорция бойынша есептейміз, 34 грамм. Бұл H2R-дің жалпы молекулалық массасы 34, шыққан 34-тен 2-ні аламыз, сол кезде 32 бұл элементтің ғана молекулалық массасы шығады. Жауабы бұл күкірт, яғни 32 молекулалық массасы бар, ол күкірт.